Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай, құрамы қарапайым рулеттің рецебімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта рецептерді жібере алмас үшін YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен 5 жұмыртқаның сарысы мен ағын бөлек ыдыстарға бөліп аламыз. Ақ уызды миксердің көмегімен ағарғанша миксерлейтін боламыз. Қантты қосып, тағы да миксерлейміз. Ванилин сақарды қосып, сосын жұмыртқаның сарысын қосып араластырамыз. Бұл жерде видеоға түсірмей кетіппін, сондықтан міндетті түрде жұмыртқаның сарысын қосуды ұмытып кетпеңіздер. Сосын 2 үлкен ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп салып, лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Бұл жерде онды електен өткізуді ұмытпаймыз. Пісіретін формамызға пергаментті төсеп аламыз. Содан кейін дайын болған бисквитті құйып, лопатканың көмегімен жақсылап тегістеп аламыз. Бисквитті 160-180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бисквит пісіп болған соң басқа пергаментке аударамыз. Қолымызбен асықпай, сындырып алмай, пергаментпен бірге орап шығамыз. Ортасына жағатын кремге вареная сгущенка мен сметананы миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Суыған бисквитімізді ашып, ортасына кремді лопатканың көмегімен жақсылап жағатын боламыз. Ораймыз. Бетін қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Рулет кремі жақсы сіңуі үшін мұздатқышта 2 сағат көлемінде қойып қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Ас болсын!